Тәуелсіздік бұл ата-бабамыздың ғасырлар бойы аңсаған арманы. Бұл жолда балалар, талай батырларымыз жанын қиды, талай ұрпақ еркіндік үшін аянбай тер төкті. Бүгінгі жобада тәуелсіздік алу жолындағы күрестің куәгерлері, сол заманның жастары, қазір біреулерімізге аға әпке, біреулерімізге ата әжелер болатын үлкен аға буын өкілдерімен еліміздің болашағы, тәуелсіздіктің аманатын арқалаушы жас буынның үндестіктерін байқаймыз. Екі буын өкілдерін біріктіретін ортақ сезім, ата-бабамыз жүріп өткен мәдениет пен салт дәстүрге, әдет ғұрыпқа, тарихқа деген құрмет, болашаққа деген мықты сенім. Олай болса, балалар, ұрпақтар диалогы зияткерлік шоу жобасы аясында өтетін тәуелсіздік жас ұрпақ саған аманат атты қызықты зияткерлік сайысымызды Шыңға өрлеу әлеуметтік қорының Әуезов аудандық бөлімінің оқушылары мен олардың тәлімгерлері арасында өткіземіз. Екі ұрпақтың бір-бірлерінен үйренері бар екенін, тамырымызбен ұлттық болмысымызды сақтай отырып, болашаққа бірге нық қадам басатынымызды көрсету үшін достық сайысымызды бастайық. Үлкенге ізеттемекші алғашқы бірінші раундымызды үлкендерден бастаймыз. Келістік па? Олай болса, бірінші раунд. Жалпы теориялық білімге арналған блиц сұрақтар қойылады балалар екі жаққа да. Бірінші үлкендер жақтан бастаймыз. Апайлар, дайынсыздар ма? Олай болса, сіздерге сұрақ. Сіздердің жас кездеріңізде ұялы телефон болған жоқ, я? Сол кездерде сіздер қалай хабарластыңыздар? Бізде үйде тұратын бір телефон болды. Сол телефондармен хабарластық. Содан кейін бізде ол кезде хат жазу деген болды. Хат жазып, оны конвертке салып, сыртына адресін, кімге жазылғанын бәрін салып жіберіп, жазамыздан почтаға салып жүрсек, сол сәлем хатымыз 3 күннің ішінде сол адамға жеткізіледі. 3 күннің ішінде жеткізіледі. Одан кейін ол адам жауап жазады, бізге ол 3 күннің ішінде келеді, айналасы бір аптаның ішінде біз солай хабарласып. Балалар, сенеміз ба? Сонда біз деген телефонмен 1 секунд 1 минуттың ішінде хабарласа аламыз, ал сол кездің жастары бір-бірлерімен, сол кездің адамдары бір-бірлерімен хабарласу үшін 3 күн, 4 күн күткен екен, я? Келесі сұрақ. Бос уақыттарыңызда, сабақтан бос уақытта, жұмыстан бос уақытта сіздер немен айналыстыңыздар бала кездеріңізде? Бос уақытта біраз ойнап аламыз. Біз біздің бәріміз көп бала аламыз. Кейінгі балаларымызға қараймыз, біреудің көзін мысалы ше. Одан кейін бізде көзімді ашып алып, біздің үйде жүндіздеміз, сериалдарымыз, талай алаша топқан, термин алаша, сырмақтар десаңыз, оның бәріне де кәдімгідей көп уақыт керек. Соның ортасында бізде ойнайтын да уақыт болатын, сабақ қарайтын да уақыт болатын, бір-бірімізге жаңа көңіл бөлетін де уақыт болатын. Білмеймін, сол кездің уақыты кең болатын. Уақыт кең және тез өтетін де тіпті, я? Көп балалы семья отбасы болғандықтан бәрі бір-біріне қарайласып, я. Одан кейін біздің енді ол кезде ең басты еңбегіміз ұялы телефон жоқ, біз кітап оқитынбыз. Балаларға арналған балаларға журнал деген бар. Соны жаздырып алып оқимыз. Оның ішіндегі бір әңгімесін, бір өлеңін қалдырмаймыз. Өлеңі болса жаттап аламыз, әңгімесі болса оқып аламыз, оны бір-бірімізге айтамыз. Сондай балалық шағымыз біздің телефон жоқ болса да, сондай қызықты деп ойлаймыз. Мен топтыр бір кітапты, көл бәріміз шығамыз. Сол оқитын. Ешкім таласпайтын, ешкім әркім өзі келген жерден ой таласып кете береді. Одан кейін кітап талдайсыздар? Талдаймыз. Иә. Ойнайтын далада газет ойындарымыз бар одан кейін. Көппен ойнайтын, неше түрлі жасырын бар, жүгіріп ойнайтын көп ойындар болды ғой. Үйде көп отырмаймыз, я? Біздің уақытымыз жоқ. Біз сондай таза ауада ойнап, солай өстік. Біздің жастық шағымыз солай. Керемет. Тағы бір сұрақ. Қазіргі заман технологияның даму заманы болып жатыр, я? Осы сіздерге қалай әсеріп жатыр? Өмір сүру сіздер үшін біраз жеңілдеді ма? Енді бағана өздеріңіз жастық шақтарыңызды естеріңізге алдыңыздар ғой. Әлде мына жаңа технологияны меңгеру сіздерге қиынға түсіп жатыр ма? Жоқ енді. Жаңа технологияның кіруі бізге ешқандай қиындық тудырды деп айта алмаймын. Керісінше біздің өмір сүруіміз
бұрынға қарағанда жеңіл деген сияқты. мхм Бұрынғыдай су тасу жоқ, көп жерлерде от жақпайды, мысалы кір жуатын машина бар, ыдыс жуатын машина бар деген сияқты. Ақпараттардың бәрін жылдамаламыз, енді технологияның дамуы дамып бізге жатыр, иә. қиындық туғызған жоқ, керісінше жақсы болды. Керемет. Тағы да бір сұрақ. Бұрынғы кезде, сіздердің замандарыңызда студенттер, оқушылар, қызметкерлер мына әлемде болып жатқан ақпараттарды сіздер қалай алып отырдыңыздар? Ол кезде жарайды, телевизор болды делік. Газет, журнал, Газет. содан кейін ауызша берілетіндер бар. Бізде орысша айтқанда память информация дейміз ғой. Иә. Ондайлар мысалы жұмыс істейтін жерлерде, мектепте де ондайлар болып тұратын. Көбіне сол газет, журнал, телевизор, Радио тыңдайтын. Ненің республиканың өзінің радиосы болатын. Ол радиода міндетті Ал енді тағы бір сұрақ. Қазіргі смартфондармен, сіздерде бар ғой қазір смартфондарыңыз, бұрынғы телефондардың айырмашылықтары бар ма? Және қандай құралдарыңыз? Ол сымда болатын, ешқайда қозғалта алмайсың, орнында тұрады, басында үндем орнында тұрады, кейін кішкене былай жүретіндей жасады ғой. Ал қазіргіде қай жерде, қай қалада, қай уақытта шектік жоқ, алып жүріп сөйлесе бересің. Бір-біріңді жаңағы тексеруге де болады, сұрақ беруге де болады, жауап алуға да болады. Ал ол кезде енді аз-маз болса да жаңағыдай нелер болды, кедергі. Иә. Студент кездерімізде мен де бұл заманның шет жағын тоже қабылдап қалдым, өмір сүрдім. Студент кезімізде қалада ата-анамызбен сөйлесу үшін арнайы біз жаңағы тапсырыс беретінбіз, оны күтіп отыратынбыз, иә? Міне сондай болатын балалар. Иә, 2-3 күн бұрын беріп қоятынбыз. Енді сұрақ сіздерге, мына желтоқсан оқиғасының басты себебі не болды? Сол кезде бұл оқиғаға жастар алып шықты, желтоқсан оқиғасына. Сіздер сол заманның куәгерлері деп айттым. Жалпы сол кездегі жастардың мақсаты не болып еді? Басқа жерден, біздің ұлт емес, басқа адамдар келгеннен әрине наразылық болады. Сондықтан әсіресе өзіміздің ұлтқа, қазақтарға бұл енді кішкене намыс жағынан болсын, қай жағынан болсын үлкен әсер етті. Сондықтан жастар қарсылық білдірді. Даже орыс өкілдері, мен орыстармен істедім, солардың өздері таң қалды. Қалай басқа жақтан, біздің де орыс емес, басқа жақтан орыс бізге қалай бастық болады деген сияқты. Сондықтан өзіміздің ұлтқа ол енді тікелей қатысы бар нәрсе болып тұр. Сондықтан жаңағы өздерінің нелерін көрсетіп, жаңағы адамгершіліктерін, жаңағы күштерін, көңілдерін көрсетіп, осындай жаңағы желтоқсан оқиғасын жасады. Өздерінің рухтарын оянғандарын көрсетіп, иә, ол кезде жаңа тілімізде шұбарала болып кеткен, жастардың рухы, ұлттық мәдениетіміз, ұлттық дәстүрлеріміз, наурыз той деген жаңағы ұлттық біздің нелеріміз әрине өкінішке орай сол кездерде жоғалтып ала жаздағанбыз. Міне сол кездің жастарының арқасында біз осындай тәуелсіздік заманда, иә, бәрі жаңғырып өмір сүріп жатырмыз. Ғасырлар бойы ата бабамыздың аңсаған азаттығының бір іште жатқан арманын толғынысын шыққан күні ғой. Сол баяғы жастарды алаңға алып шықты. Тағы бір сұрақ, сіздер білесіздер, бізде тәуелсіздік алғаннан кейін біздің өзіміздің ұлттық валютамыз пайда болды. Міне, естеріңізге салайын. Теңгенің бастапқы тарихында 10 теңгеде кім бейнеленген еді? Шоқан Уәлихан. Тамаша. Жалпы қай жылы шығып еді теңгеміз? 93 жыл. Тағы бір соңғы сұрақ. Сіздердің жаңа ұялы телефондарыңыз бар. Міне осы ұялы телефонға кіретін кіріс қоңырауына арналған ұялы телефондағы әуен қалай аталады? Рингтон. Тамаша. Қол соғып қояйық апайларымызға. Қалай балалар? Апайлардың қызықты мекен өмірлері? Сенесіңдер ма? Әлде сенбейсіңдер ма? Мүмкін емес олай болу деп? Сенесіз. Керемет, тамаша. Енді балақайлар, сұрақ сендерге келді. Дайынбыз ба? Бастаймыз. Жалпы сендердің жаңағы білімдеріңді байқап көрейік. Біздің мемлекетіміз қалай аталады? Кім жауап береді? Атың кім? Инаят. Инаят. Қандай тамаша есім? Айта ғой. Біздің мемлекетіміз
Қазақстан Республикасы. Керемет, тамаша. Қошемет. Қазақстан мемлекетінің бас қаласы. Айта ғой. Қазақстан мемлекетінің бас қаласы Астана қаласы. Тамаша, Астана қаласы. 16 желтоқсан қандай мереке? 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесі. Тәуелсіздік мерекесі, дұрыс айтасың. Келесі сұрақ. Балалар, әнұран айтылған кезде біз не істеуіміз керек? Оның қандай заңдары, ережелері бар? Әнұран. Әнұранды айтқан кезде тыныштық сақтау керек. Оң қолымызды жүрегімізге қойып, әнұранды айтуымыз керек. Тамаша. Атың кім? Маруа. Маруа? Тамаша, Маруа. Сосын орнымыздан тұруымыз керек, е? Ән айтылған кезде тыныштық сақтап орнымыз. Иә, дұрыс, керемет, тамаша, Маруа. Дұрыс, иә, қатты шыңғырып айтуға болмайды. Келесі сұрақ. Балалар, еліміздің қазіргі президенті кім? Атын кім айта ғой? Жанару. Жанару. Біздің қыздардың аттары қандай тамаша есімдері? Қасым Жомарт Тоқаев. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Тамаша. Келесі сұрақ. Балалар, біздің туымыздың түсі қандай? Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы Шәкен Ниязбеков. Түсі көк, туының көк түсті болуы төбедегі ашық аспан және Қазақстан халқының бірлік ынтымақ жолына адалдығын көрсетеді. Тамаша, керемет, иә? Аспанымыз ашық болсын, иә? Күніміз жарқырасын, қырандай самғасын деген мағынада екен, иә? Келесі сұрақ, балалар, бұл енді география пәніне келеді, ұқсайды. Келесі сұрақ, елімізде қандай өзендерді білесіңдер? Көл емес. Қандай өзендерді білесіңдер? Атың кім? Айта ғой. Ораз. Ораз? Тамаша. Айта ғой атын. Есіл өзені. Есіл өзені. Ертіс өзені. Тағы қандай? Жайық өзені. Нұра өзені. Нұра өзені. Сырдария өзені. Тамаша, керемет, Оразға қошемет. Ал, олай болса балалардың білімін көрдік, апайларымыздың сұрақтарын жауабын алдық, апайларымыздан. Олай болса, келесі екінші раунд бұл білім эстафетасы деп аталады. Мен барлық қатысушыларға екі жаққа да кезекпен тереңірек тақырыптарда сұрақтар қоятын боламын. Балаларға білім, тарих, география, логикалық сұрақтарды қойсам, ал үлкен апаларымызға қазақ салт дәстүрлері туралы, қазақ тарихы, мәдениеті жайлы болады. Олай болса, біз жаңағы үлкенге ізет деп бірінші сұрақ жауабымызды апайларымыздан бастадық. Енді кішіге қамқорлық, кішкене жас ұрпақтан бастайтын боламыз сұрағымызды. Олай болса, бүлдіршіндер, балақайлар, дайынсыңдар ма? Кеттік. Сұрақ. Бұл тарих пәніне байланысты. Қазақ хандығын құрған хандар. Қазақ хандығын. Ораз. Қазақ хандығын құрған хандар Керей мен Жәнібек. Керей мен Жәнібек. Тамаша. Қошемет Оразға. Енді екінші математика пәніне байланысты болады. Балалар, сағаттың өлшем бірлігі нені білдіреді? Сағат уақыт өлшем бірлігі. Уақыт өлшем бірлігін білдіреді, иә? Тамаша, Инаят. Рахмет. Қошемет Инаятқа. Тағы бір сұрақ, балалар. Жылдың, бір жылда қай айда күндер аз болады? Ақпан айында 28 күн, сәуір, маусым, қараша айларында 30 күн. Тамаша. Қошемет. Енді балалар, төртінші сұрағымыз, желтоқсан оқиғасының нәтижесінде еліміз неге қолы жетті? Және бұл қай жылы болды? Айта ғой, Инаят.
Желтоқсан оқиғасында нәтижесінде халқымыз ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігіміз туралы 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы заң қабылданды. Тамаша. Қандай жауап? Енді балалар, біздің мемлекетіміздің, яғни Қазақстан мемлекетінің басты заңы қалай аталады? Басты заңы. Айта ғой, Ораз. Біздің мемлекетіміздің басты заңы Конституция. Конституция деп аталады екен. Керемет, тамаша. Балалар, қазақ үшін қасиетті сан. Қазақтарда негізі қасиетті сандар бірнешеу, соның ішінде Қазақ үшін қасиетті сан 7 саны. жеті. 7 санында сиқырлы күш бар. Деп аспан денелерін, табиғат құбылыстарын 7 санымен атап кеткен. Мысалы 7 қарақшы. Тағы да 7 санын салт дәстүрге енгізген. Мысалы 7 ата. Әрбір қазақ баласы өзінен бастап 7 атасын аты жөнін білуге міндетті. 7 атасын білмеген жетесіз деген. Тамаша, Ораз. 7 саны киелі деп Наурыз көжеге де 7 түрлі дәм қосылады. Аптада да 7 күн бар. Сонымен қатар 3-5 сандары да киелі деп санаған. Мысалы 3 даласыз, 3 арсыз, 3 байлық, 5 борыш, 5 парыз, 5 қару. Абай өлеңдерінде де 5 сан кездеседі. Мысалы 5 асыл іс. Тамаша, Ораздың жауабына керемет болды. Тағы тарихтан екінші дүниежүзілік соғыста Рейхстагқа ту тіккен қазақ жауынгері. Айта ғой. Екінші дүниежүзілік Рейхстагқа ту тіккен Рахымжан Қошқарбаев. Рахымжан Қошқарбаев ағамыз. Тамаша. Тағы да балалар, бұл география бағытында біздің мемлекетіміз, Қазақстан мемлекетіне көрші жатқан алпауыт 2 мемлекетті атаңдаршы. Айта ғой, Ораз. Біздің мемлекетімізге көрші мемлекет Ресей мен Қытай. Ресей мен Қытай. Тамаша. Енді киіз үйді білесіңдер балалар, жатып көрдіңдер ма киіз үйдің ішінде? Киіз үйдің төбесіндегі шеңбер қалай аталады? Киіз үйдің төбесіндегі шеңбер шаңырақ деп аталады. Шаңырақ деп аталады. Тамаша, Жанару. Енді балалар, қазақтың ұлттық тағамдарын атап жіберіңдерші. Бешбармақ, қуырдақ, бауырсақ, қымыз, құрт, ірімшік, Дұрыс, айран. май, Дұрыс, сарма, Шұбат. қарынға. шұбат. Тамаша, Жанару. Қошемет. Енді сендерге логикалық қызықты сұрақ қояйын, е? Теңізде қандай тас болмайды? Кім айтады? Өзара келісіңдер. Айта ғой сен. Теңізде құрғақ тас болмайды. Әрине, теңізде құрғақ тас болмайды. Тағы бір сұрағымыз, бұл да логикалық сұрақ болып табылады. Соңғы сұрақ балалар, мұқият болыңдар. Қай айда 28 күн бар? Айта ғой. Жанару. Ақпан айында 28 күн бар. Тамаша. Жанаруға қошемет. Ендігі келесі кезек балалар, аға буын апайларымызға арналған сұрақтар. Сіздердің білімдеріңізді тамашаладық, көрдік, тәнті болдық, керемет, білімді балалар екенсіңдер. Ал апайлар дайынбыз ба? Енді сұрақ. Ұлттық тәрбие дегенді қалай түсінесіздер? Ұлттық ғұрыптар болады. Мысалы, ұлттық тәрбие дегенде, бұл ата бабаларымыздың өзі өмір тәжірибесінен жинаған бұл жұтпас ережелер мен қағидалардың жиынтығы деп айтуға да болады.
Ә, қазақ қай уақытта да өзі ұлттың болашағы ұрпаққа байланысты ғой. Сондықтан ұрпағын осы ұлттық тәрбие беріп тәрбиелеуді қатты ойлаған. Бізде жер жүзінде қазақтың ұлттық тәрбиесіне жететін тәрбие жоқ. Біздің қазақ отбасында негізгі тәрбиенің көзі ол үлкенді құрметтеу, үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу, туыстық қарым-қатынасты жақсы орнату, татулық, береке, бірлік қой. Осы отбасындағы осы ережелерді сақтай отырып, мысалы ата бабаларымыз нені ойлаған? Ұрпағының шаңырағының шайқалмауын ойлаған. Шаңырағы шайқалмаса, бала ата анасының жанында бақытты өмір сүреді деп есептеген. Енді қазіргі заманға байланысты қазір мына батыстың бізге ғылымы, білімі, технологиясының бәрі керек қой. Одан үйренуіміз көп. Бірақ осы батыстық тәрбиеге еліктеп, өзінің ұлттық тамырынан үзіліп бара жатқан жастар көп. Сондықтан қазіргі кездегі енді ұлттық тәрбиенің негізгі мақсаты қазіргі балаларымызды жан-жақты қабілетті, заманауи сауатты, ұлттық сананы бойына сіңірген, өзі ұлттық құндылықтардың өсуіне өзінің үлесін қоса алатынын, ұлттық құндылықтарды жалпы адамзаттық құндылықтармен ұштастыра алатын салауатты ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу. Енді біздің ұлттық тәрбиеде біздің қазақтың ауыз әдебиеті деген керемет қой. Бір кездерде соның бәрін пайдалана отырып біз ұрпағын тәрбиелеген. Солардың бәрін пайдаланып ұлттық тәрбие деген сол деп ойлаймын мен. Тамаша. Рахмет. Келесі сұрақ, сіздерде қала берсін, бір-бірлеріңізге кезек-кезек беріп, үлкеннің батасын алу неліктен маңызды? Үлкеннен бата алу. Бата ол тәрбиенің бастауы. Бата қазақтың салт дәстүрінің қазіргі заманға дейін қолданып келе жатқан дәстүрінің біреуі. Қазақтар балаларын туғаннан бастап өмірінің аяғына дейін сол батамен өсіріп, батамен жеткізіп, батамен жаңағы өмірлерін өркендеткен. Қазақта үлкеннің алдынан кесіп өтпе, үлкеннен тек бата ал деп үйреткен. Батаны негізі барлығы үлкен кіші болсын, байқап отырсаңыздар, барлығы ынтамен тыңдайды. Себебі батада көп мағына, көп қазына, көп жаңағы бізге қажетті заттар көп. Кейбіреулер бір әдемі айтылған батадан кейін бір өзің шынымен жаңағы жақсы көңіл күйде шығасың. Батаны жаттап айтуға болмайды. Бата шынымен көңілден шығу керек. Сол кезде бата жаңағы сенімді болады. Батаның берілуіне байланысты түрлері де көп. Мысалы, жаңа туған балаға оны қырқынан шығару, оны тәй-тәй басу, сол сияқты біреу жол сапарға шыққанда, біреу бір бастама бастағанда, немесе жаңа ұлыстың ұлы күні ас бергенде, жаңа күнделікті ас тамақ ішіп отырған кезде де баталар айтылады. Сонымен қатар бізде оң бата да бар, теріс бата да бар. Оң бата жаңағы жұмысың оң болатын болса, оң бата беріледі. Ал кейбір адамдардың қоғамға жасап жатқан қылығы жағымсыз болса, онда уже теріс бата беріледі. Сондықтан батаның сондай түрлері бар. Біз енді барлығымыз да батаны жақсы көреміз, иә? Батаны бәріміз естіп келеміз. Батаны бізге кімдер айтады көбіне? Үлкен адамдар айтады. Себебі олар өмірді көрген, өмірдегі жаңа қажеттілікті білген, бізге алдымызға жолдама беретін жаңағы өмірлік еңбек өтілімдері бар адамдар. Сондықтан көбіне бата беретін адамдар сондай жаңағы салиқалы үлкен адамдар болып келеді. Сондықтан бізге бата қажетті, бізді тәрбиелейді, бізге алдымызға жолымызға ашық жол ашады бата деп есептеймін. Негізі қазақ халқы дана халық қой, батаның өзінде де қазіргі заманмен салыстырсақ, мысалы үшін бізде қазір аффирмация деп тыңдап жатамыз, иә? Міне соның бәрі сонау бұрынғы ата бабаларымыз жаңағы жақсы сөздермен осылай жігерлендіріп, ақ батасын беріп, адамдарды жаңағы бағыт бағдар беріп отырған екен. Тамаша. Келесі сұрақ. Жеті атаны білу қаншалықты маңызды деп ойлайсыздар? Жеті атаны білу. Жеті ата біздің қазақтың салт дәстүріне ертеден сіңген нәрсе. Мысалы, жеті ата, мысалы, басқа ұлттарда жоқ жеті ата деген, біздің қазақта ғана бар.
Ол жеті ата не үшін? Хан тазалығы үшін, ұрпақтардың амандығы үшін деп есептеген екен. Қазақтарда әрбір баласын өзінен бастап жеті атасын жаттатқызып, соны жатқа білуді міндеттеген. Өйткені жеті атаға дейін қыз алып қыз беріспеген қазақ екен. Өйткені ол жеті атаның ішіндегі балалар бір атаның балалары болып есептеледі деп, ол қан тазалығы деп, мысалы, әке шешесінің қаны баласында 50% болады екен, немересінде 25%, келесі ұрпағында 12,5%, одан кейін 6%, одан кейін 3%, жетінші ұрпаққа келген кезде ол жетінші ұрпақтан кейін қан тазаланады екен. Осы үшін баяғы қазақ жеті атаны білу маңызы деген, жеті атасын білмеген жетесіз, жеті атасын білген ол жеті жұртқа жөн айтады деп есептеген екен. Балалар, біз білеміз ба жеті атамызды барлығымыз? Тамаша. Келесі сұрақ. Қазақ бала тәрбиесінде ашамайға мінгізу, тоқым қағу деген салттар бар. Осы жайларды түсіндіре кетсеңіздер. Енді қазақтың ұрпағын тәрбиелеуде салт дәстүрлер көп. Ер бала 5-6 жасқа толғанда оны алғаш атқа мінгізеді екен. Атқа мінгізгенде ол бала кішкентай, оған арнайы ер дайындалады екен, атқа, соны ашамай деп атайды. Оның үзеңгісі болмайды, өйткені баланың аяғы жетпейді. Енді сол ашамайға жаңағы балаға бәсіреге берілген тай болады дейін, бала дүниеге келгенде, жасқа толғанда бір туысқандар тай атаса, сол тайға мінгізеді екен. Болмаса басқа тайға, жылқыға мінгізе береді екен. Ол ашамайға отырғызу құрметі бір шабандоз, мықты, сондай қайратты жігіттерге беріледі екен. Баланы ашамайға отырғызады, жан-жағынан орап байлап тастайды екенде, сосын үлкендер батасын береді екен балаға. Судан өт, міне атқа міндің, сәйгүлігің сай болсын, енді жол болсын деп балаға батасын береді екен. Содан кейін бала ары қарай 1-2 күн ашамайға мініп жүргеннен кейін, одан кейін атқа отырып үйреніп кетеді екен. Бұл деген баланың өмірінде жаңа бір кезеңнің басталғандығын көрсетеді екен. Ал тоқым қағу деген, жас адам алғаш сапарға шыққан кезде оған тоқым қағу деген сөз, оған арнап дастархан жайылады екен, оған тілек айтады екен. Ол баяғы сол сапардан аман есен оралсын деген ниетте болатын жоралғы екен. Тамаша, керемет. Енді қазақта ырым тиымдарында бірнеше түрлері бар. Соның ішінде маған қызықтысы мына тымаққа салу деген ырым бар. Оның мағынасы қандай, тымаққа салу деген? Жаңағы ырымның бірі дедік қой, тымаққа салу деген. Ол көбіне шала туылған бала салынады. Себебі ол баланы жаңағы құндақтауға, бесікке салуға ол әлі жарамайды, әлсіз. Сондықтан ондай баланы қазақта бұрынғы заманда тымаққа салып қойған. Тымаққа салғанда ол тымақ аңның немесе қойдың терісінен жасалған болу керек. Міндетті түрде ол тымақтың иесі жаңағыдай жақсы адам болып есептелу керек. Сондай адамды іздеп тауып алғызған. Одан кейін тымаққа салғаннан кейін кішкентай баланы жаңағы ол кезде киіз үй ғой, киіз үйдің керегесіне іліп қояды. Мысалы 15 күн жетпесе 15 күн, 40 күн жетпесе 40 күн жаңағы күнде ауыстырып отырған. Одан кейін уақыты жеткеннен кейін ол баланы кәдімгі толық уақыты жеткен бала сияқты қылып жаңағы ырымдарын жасайды, азан қойып атын қояды, қырқынан шығарады, бесікке салады, тағы қарай солай жалғастырып кете береді. Бірақ алғашында жаңағы сол қазірде инкубация сияқты жасайды ғой, сол кездегі біздікі тымақ болған. Тамаша, керемет. Енді қыз балаларының тәрбиесіне байланысты тағы бір сұрақ бар. 2-3 жасқа келген кезде қыз бала өз табиғатына тартып, қуыршақ жасап, үй жасап, ойнауға өстенеді. Осы тұста қыз балаға арналған бір қызықты, қуанышты ырым бар екен, сәт бар екен. Ол қандай дәстүр, қандай ырым? 2-3 жастан бастап қыз баланың, енді ол жерде сұрақтар бар, 7 жас, 9 жас деген, көбіне бірақ 2-3 жастан бастап қыз баланың құлағын теседі. Құлағына сырға салады. Содан бастап ол қыз сырғалы қыз, сондай сырғалы қыз, сырғалым деген өлеңдер, сондай кездерге арналған, қыз балаларға арналған өлеңдер. Сырға таққаннан кейін негізі
енді 7 жастағы бала болса мысалы ол өзі сол сырға тағуды аңсап жүреді, күтіп жүреді. Себебі сырға таққаннан кейін ол бұрынғыдай емес, уже мінезі де бәрі де өзгереді. Бұрын жаңағы сырға таққаннан кейін уже жаңағы етегінде күрмесі бар көйлектер кигізеді, үлкендердің алдынан өтпеуді, қатты сөйлемеуді, жаңағы тәртіп жағынан болсын, қай жағынан болсын, уже ол балаға жаңағы нелер болады, шектеулер болады. Сондықтан сондай бір салттың біреуі сырға салу қызға. Тамаша. Тағы да осы қыз балаларға байланысты, мына қыз балалардың қазақта шашбау таққан, оның мағынасы не? Міне қазір мен қарап отырмын, қыздарда бантик тағып отырмыз. Кімнің инаяттың төменгі жағында мінекей тағы бір бантик тұр. Осы бантиктің орнында бұрынғы кездерде жаңағы шашпау мен жаңағы не тағылған, шолпы тағылған. Жаңа бантиктің орнына шолпы, а мына жағындағы резинканың орнына шашпау тағылған. Шолпы дегеніміз не? Шолпы дегеніміз тиыннан, моншақтан жасалған жаңағы ненің бұрымның түбіне ғана тағылатын кішкірек зат, әдемі әшекейлі зат. Ал шашпау деген өзі айтып тұр, шашбау, яғни шашты буып байлайтын жаңағы зат. Ол шаштың бойымен кетеді, кейде шашқа өріп қояды. Ол да сондай жаңағы моншақтардан жасалуы мүмкін, шашты қалыңдату үшін кейде бір жақсы маталардан да болуы мүмкін, тері жаңағы неден шынжырлардан да болуы мүмкін. Күміс. Оның тағы бір несі, жаңағы қыздарға керекті жағы, ол жалғыз тағып қана қоймайды, ол шашпауды кигеннен ол тік жүру керек. Себебі былай жүрсе ол шашпау салдырлап, күлдірлеп неткен. Ол сонда қыз балаға бойын тік ұстауды. Сосын ол шашпау кішкене шашты созады ғой. Сол кезде қыздардың бастарын ауыртпауға жаңағы әсері болады екен. Одан кейін енді қазіргі кезде шашпаудың кезінде мысалы киіз үйде отырған адамдар сылдырлап қыздың шашпауы естіліп келе жатса, олар жинақталып қыз келе жатыр деп жинақталып жаңағы белгі сияқты болған. Ода екінші белгі, мысалы қыз бала қатты күлсе немесе жүгірсе шашпау салдырлайды ғой. Сонда тоже қыз балаға ол тежеу болған. Қатты сөйлеуге болмайды, қатты жүруге болмайды. Сен уже жаңағы не жасауың керексің, өзіңе өзің жаңа қарауың керексің, өзің тәрбиелеуің керек сияқты. Сондай жаңағы қажетті нелер ұғымдары да бар. Тамаша, керемет. Соңғы сұрағым, қыз бала туралы айттық, енді ұл балалардың жалпы әр халықтың бала тәрбиесіндегі әртүрлі ерекшеліктер, мәдени құндылықтары бар. Соның ішінде біздің халықта бала тәрбиесіне жаңа айтып кеттім ғой, қыз баланың тәрбиесіне өте қатты мән берген. Соның ішінде ұл балаға да мән берген қатты, иә? Міне осындай ұл тәрбиесіндегі ерекшеліктер қандай? Қазақ енді ұл баланы негізінде ұрпақ жалғастырушы, отбасымның иесі, қорғаным, қамқорым деп тәрбиелеген ғой. Осы орайда жаңа біз айтып кеткендей, бала 5-6 сүндетке отырғызады, одан кейін 5-6 жасқа толғанда жаңағы ашамайға мінгізіп атқа отырғызады. Бұл нені көрсетеді? Балаға ашамайға отырғызғаннан кейін балаға қолына қамшысын беріп, жүгенін ұстап, тізгінін тартқызады. Міне сен азамат болдың, атқа отырдың, қолыңа қамшы алдың, тізгін ұстадың. Енді бүкіл отбасыңның, еліңнің, ата-анаңның бәрі жауапкершілігі сенің қолыңда. Сен үлкен азаматсың деп балаға сондай жауапкершілікті жүктеген екен. Сонда ұл бала біріншіден өзінің отбасының қорған екен, елінің қорған екендігін жас басынан сезіп, сондай жауапкершілікті жүктейді. Одан кейін екіншіден ол әрі шымыр, батыл, қайсар болып өссін деген ниетпен оларды атқа отырғызған. Ат үстінде ойнайтын жігіттер деген содан қалған ғой. Елін қорғайды, елін қорғайды, жеріңді қорғайды, сен міне бәріне қорғансың, қамқорсың деген ниеттен осындай салт дәстүрлерін жасаған екен. Керемет, ұлттық тәрбие туралы мықты мағлұматтар білдік деп ойлаймыз. Я, балалар? Тамаша. Ондай болса, жауаптарыңызға рахмет. Сонымен үшінші раундқа да келіп жеттік. Бұл ең қызықты бөлім. Күтпеген сұрақтар, сиқырлы уақыт пен бабалар өмірінде жаңа технология, болашақ деп аталады. Яғни бұл бөлімде балалар, апайлар, біз шығармашылықты, қиялды, ой өрісті дәлелдеу қажет ететін сұрақтар қойылады, соған жауап береміз, иә? Мен сіздерге қиялдарыңыздың ұшқырлықтарын, шығармашылықтарыңызды байқап көру үшін біздің Қазақстан Республикасының ұлттық
орталық музейімізде, яғни біздің музейдің қорындағы орыс суретшісі Николай Хулудовтың қойшы бала және түйе сау картиналары бойынша болады. Не балалар, бағана көріп өздерің тамашаладыңдар, қарадыңдар, және экранға да үлкен жаңағы шығарып қойдық, иә? Енді сұрақ балалар. Бұл сурет шамамен 19 ғасырларда суреттейді. Бірінші, қой бағып жүрген бала, бұл қойшы бала деп аталады. Сұрақ сіздерге. Қой бағып жүрген бала нені армандайды деп ойлайсыңдар? Қойшы балаға егерде қандай да бір қиял мен ғажайыппен кездесе қалсаңдар, қандай сұрақтар қоятын едіңдер мына балаға? Кім жауап береді? Балаларға берейік, иә. Айта қойын, Аят. Мен Қандай сұрақ қоятын? мен бұл балаға сенің арманың қандай, сен үлкен болғанда кім болар едің деп Кім айтатын болар едім. едің деп армандайсың, иә? Тағы да қандай сұрақ қояр едіңдер? Ораз, қандай сұрақ қоятын ең сен егерде бұл баламен кездесіп қалсаң? Өзіңнің қиялыңды, ойыңды айта қой. Сенде қанша қой бар деп сұрақ қояр едім. Қанша қойың бар екен деп сұрақ қоятын ең, тамаша. Ал Инаят. Сенің қойларың үлкен болып өскенде оларды қаяққа жіберер едің? Қай жаққа жіберер едің деп сұрақ қоямыз, Жанар. Қандай сұрақ қоясың? Менің бұл балаға сұрағым, андағы қой мен ешкілерді өсіріп, оның баласын да сөйтіп өсіріп, сүтін жүнін алып не істейтін едің, сүтінен қандай тағамдар істейтін едің деп сұрағым Сұрағым келеді, иә? Тамаша. Балалар, назарымызды екінші суретке аударайық. Екінші сурет түйе сау деп аталады. Бағана бұны да тамашаладық картинамызды, иә? Сұрақ. Бұл картинаға сендер қарап тұрсыңдар, иә? Қандай еспен дыбысты елестетіп тұрсыңдар? Анау анасының қасында тұрған кішкентай қап-қара сүйкімді қыздың не айтқыларың келеді? Кім жауап? Оразды тыңдайық. Көлдің сырдарлығаны, құстардың әні естіледі. Иә. Мен естіп тұрмын, балалар, білесіңдер ма нені? Мен ана апаны күрпілдетіп сауып жатқан сүттің дауысын естіп тұрмын. Қыз бала мен ботаның екеуінің арасында бір ерекше бір достық, махаббат, сезімді көріп тұрмыз, иә? Қыз бала сондай, қараңдаршы, мейіріммен, сондай бір-бірімен құшақтасып. иә, құшақтасып, сондай бір екеуінің арасындағы адал достықты көріп тұрмыз, иә? Тағы да қосарларың бар ма? Қиялдаймыз, армандаймыз. Қоя ғой. Мен қызға айтар едім, сенің түйеңнің сүті қандай? Оның баласының сүті қандай деп сұрақ қояр едім. Сүті қандай? Сүтін іштің ба, иә? Шұбат деп атайды, иә, балалар? Мен ол қызға түйенің сүті пайдалы ма, оның шұбаты саған ұнай ма, түйе деген жақсы ма деп сұрақ қоятын едім. Тамаша, рахмет, балалар. Ал қиялымыздың шегін көрдік, балалар, иә? Керемет, тамаша. Сол заманға барып қайтқандай болдыңдар ма? Суретшінің шеберлігін қандай екенін байқадыңдар, иә? Келесі сұрақ, апайлар, сіздерге. Қойшы бала картинасын қойсақ, Жан, алдындағы. Қойшы бала суреті. Бұл көрініс
сіздердің балалық естеліктеріңізбен үндесе ме? Енді бұл өткен ғасырда болғаннан кейін біздің балалық шағымызбен үндеседі деп айтуға да болады. Енді бұл бір жағынан халқымыздың өткен өмірінен мағлұмат берсе, бір жағынан енді қой жайып жүрген бала бұл еңбек қой. Сол қойды бағат, оның сүтін ішеді, одан қанша тамақ жасайды, жүнінен киім тоқылады, терісінен де киім тігіледі. Соның бәрін бала көріп, еңбекпен бәрін табуға болатын түсініп өседі. Біздің балалық шағымызбен үндеседі. Біздің де қозы лақ баққан кездеріміз болған әрине. Ол өте қызықты нәрсе, қозы лақпен бірге ойнап жүру деген. Сондықтан бізге ұнасады, үндеседі деп айтамын мен. Сіздерге, түсінікті. Екінші сұрақ, қойшы бала сізге кім болып көрінеді? Қойшы балаға қарап, бұл балалық па, еңбек пе, әлде тағдырдың символы ма? Енді балалық деп айтуға да болады, еңбек деп айтуға болады, тағдырдың сыйы. Сол кездегі өмір сүру салты осылай болды ғой, әлеуметтік жағдай бәрі осындай болды ғой. Енді жалаң аяқ қой бағып жүр, жалаңаш, мысалы, ол енді әлеуметтік жағдай деп айтуға болады, бір жағынан еңбек деп айтуға да болады. Тамаша. Екінші сурет, түйе сау суреті бойынша апай сіздерге. Түйе сау дәстүрі тұрмыс, жауапкершілік және ананың еңбегі. Сіз үшін бұл көрініс нені еске түсіреді? Жаңа өзіңіз айтпақтай еңбектің, үлкен еңбекті көрсетеді. Бұл жерде қыз ботаны жай ұстап тұрған жоқ. Ол бірінші сау үшін бірінші ботасын әкеп, түйенің сүйе кететіндей жасау керек. Одан ол ботаны былай қарай алу керек. Оны ұстап тұру керек, ол да бота тамақ ішкісі келеді. Сондықтан бұл да қыздың да еңбегі деп есептеймін. Тігінен тік тұрып, сауып тұрған жаңа әйел адамның да еңбегі болып есептелінеді. Табиғат та бар бұл жерде. Далада жүргеннен кейін, өздері далада өскеннен кейін бұл кісілердің денсаулықтары да жақсы. Бір түйені сауып, бір түйе ботаны ұстап тұрғандықтан сондай көріністі көремін. Сонан кейін жаңағы түйенің негізі пайдасы көп қой. Сүті жағынан болсын, терісі жағынан болсын, еті жағынан болсын, бұл сол кездегі жаңағы адамдардың жаңа қажеттіліктеріне өте жаңағы үлкен көмек болған малдың есебі деп есептеймін. Енді біздің кезімізде біздің ауылда түйе болған жоқ, енді түйелерді жан-жақтан көріп жүрміз ғой, мінекей. Қасына барсаң қорқынышты, енді мына кісілер бір қасында ұстап тұрғаннан кейін бұларға жүректі керек шығар деймін, үйрену үшін де. Сондықтан бұл үлкен еңбектің көрінісі деп есептеймін. Көшпелі өмірдің көрінісі. Көшпелі өмірдің. Қай жағынан болсын түйенің пайдасы көп болған ғой. Негізі есептеп қарасаң, жаңағы сүтінің құрамының проценттеп шығарғанда 90% пайдалы деп шығарып жатыр ғой. Солай да ғой өзі де. Тағы бір сұрақ, сіздерге бұл да қиялдарыңызды балалар жаңа тексергенде сіздерді тексеріп көрейін. Осы сәтке мына картинаның ар жағына бірге кіріп кетсеңіздер, не істер едіңіздер? Мысалы мен мына аяғымды ары қарай басып, ана көк шөпке, мына шөптің ылғалын, мөлдір шықты, суықты, салқындықты сезінетін сияқтымын. Анау алыста бір тұман бар сияқты, білмеймін, мына жүгіргім келеді мына неде, көк шөпте. Сол сияқты сіздер не істегілеріңіз? Менің де жүгіргім келіп тұр. Сіздің жүргіңіз келіп тұр ма? Мен мұндай жерлерге жүргенді жақсы көремін өзі. Ар жағында тау бар сияқты, тауға шықса да су бар сияқты, суға түссек те, бұл жер деген керемет жер ғой. Бізге энергия беретін, күш беретін, жаңағы көңілді көтеретін, сондай табиғат негізі, бұл жердің табиғаты. Шұбаттың да дәмін көргіміз келеді. Керемет. Енді өткен ғасырдың бейнесіне көз тастау, бұл өз тамырымызға үңілу. Әр сурет, естелік бізге бабаларымыздың өмір сүру мәнін, еңбек пен тыныштықтың қадірін еске алды. Өткен тарихқа керемет саяхат болды деп ойлаймын. Енді соңғы сұрақ сіздерге. Сіздер егер болашақта бір гаджет ойлап таба алсаңыз өзіңіз,
ол не істей алатын еді? Қандай бір өзіңізге керек пайдалы бір жаңа технология, техника ойлап тапқыңыз келеді? Енді мен өз басыма лайықтап айтайын. Иә. Маған мысалы қауіпсіздікті нететін жаңағы қауіпсіздігімді сақтайтын гаджет болса деймін. Мысалы үйде отырған кезде басқа біреу келетін болса саған хабар беретін, или саған біреу нететін болса хабар беретін. Үйіңдегілердің бәрін сен түсімен түстеп алады ғой. Басқа адам келсе жаңағы ол уже ол гаджет салғы сенде тұрмайды ғой, балаңда или тағы бір жерде тұрады. Сондай жаққа жаңағы қауіпсіздік жағынан сигнал беретін гаджет болса деп ойлаймын. Қауіп төніп тұр деген Иә. сигнал Потому что беретін. қазіргі заманда өзі қиындау негізі. Екінші, біз енді үлкен адамдарымыз енді 3-5 келі жарайды көтереміз. Маған 20 келі көтеретін қасымда дрон жүрсе, или 25 келі, мен сондай заттарды алғанды жақсы көремін, иә. Сондай дрон қасымда жүрсе, мен қатты қуанар едім. Ше, сол сияқты Қазір ол заманда кеп қалды. Роботехника қазір дамып жатыр. кеп қалды. Роботтар, Одан кейін мысалы үлкен адамдарға әсіресе далаға шыққанда кейбір адамдар давлениесі көтеріледі, мысалы, иә, көшеде жаңағы бір жағдайларға керек болып қалады. Сондай кезде сондайсын ескеріп тұратын, керек жерге жаңағы дабыл соғатын, сондай гаджет болса да артық болмас еді деп есептеймін. Немесе давлениясын өлшеп, дәрі ішу керектігін жаңағы үнемі айтып тұратын. Енді тұрмысқа қажетті гаджеттерді өзімізге не болғаннан кейін керектісін айтып жатырмын. Тамаша. Жастар, болашақта осындай гаджеттер ойлап табуға мүмкіндіктерін бар, иә, араларында роботехниктер де шығулары мүмкін, иә. Міне, жастарға аманат болашақтың құралдарын жасап шығаруға. Ал енді құрметті қонақтар, достар, апайлар, жылы жүректен жылы сөз деп аталатын ерекше сәтке де келіп жеттік. Біздің осы бағдарламамыздың соңғы сәті. 2 ұрпақ, 2 жүрек, 1 тілек. Бір-бірлеріңізге құрмет пен ризашылық ретінде шағын сыйлықтарыңызды ұсынып, жылы лебіздеріңізді білдіру үшін 2 топ ортаға шақырам. Ал балалар, біздің ұлтымыздың болашағы, біздің ұрпағымыздың қолында дейді. Біздің келешегіміз сендерсіңдер. Келешек, болашақтың бәрі сендердің қолдарыңда. Сондықтан сендер өте білімді, сауатты, жан-жақты біліммен қаруланған, жаңағы заманауи сауатты, білімді, дені сау, елін, жұртын, тілін сүйетін, құрметтейтін ұрпақтар қатарынан болуларыңды тілейміз. Рахмет. Біреудікін жаттауға болмайды деді ғой, апайға қосыламын, әмин деймін. Мен өзімнің атынан сендерге саналы, көркем мінезді болып, жолдарың ақ болсын, бастарыңда бақ болсын, Алла жар болсын дегім келеді. Әумин. Рахмет. Тамаша. Кітаптарыңыз бар ма балаларға? Иә. Аха. Мынау Алина Олжас деген балалар жазушысының әдемі кітабы. Бұл 3 тілде жазылған, қазақ тілінде, орыс тілінде және ағылшын тілінде, иә, өте қызықты кітап. Апайларыңыз сіздерге сыйға тартып жатыр. Ал тілекті балалар, апайларыңызға кім айтады тілек? Шын жүректен. Ораз. Апайымызға рахмет. Апайымыз барлық білімді береді, сайыстарға апарады. Апайымызға шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет, ризашылығымды білдіреміз. Тамаша. Келесі кезек. Апайларға жылы лебізін. Апайларыңды қатты жақсы көресің бе? Иә. Апайымызға көп рахмет. Апайымыз осы біздің білімімізді беріп жүріп, біз осы апайдан білім алып, сабақты жақсы оқып жүрміз. Мен апайларыма көп рахмет айтамын. Көп рахмет айтамын. Ауырмай жақсы болып жүре берсін. Аман болсын, иә, аналарымыз.
Мен апайға рахмет айтамын. Өйткені апай біздің сабағымызды оқытып, беске шығарып жүр. Апайлар ауырмай жүрсін, Тамаша. Апайларымыз аман болсын. аман болып жүрсін. Сендердің сыйлықтарың бар ма апайларға арналған? Кәне бере қойыңдар. Кәне бұл Қабдеш Жұмаділовтың соңғы көш деген кітабы апайларымызға. Бос уақыттарында оқиды. Сыйлай қойыңдар апайларыңа. Ой, рахмет. Рахмет. Құрметті қонақтар, қадірлі ұстаздар мен жас ұрпақ. Ұлттық орталық музейдегі Шыңға өрлеу әлеуметтік қорының Әуезов аудандық бөлімімен бірлесіп ұйымдастырған ұрпақтар диалогы зияткерлік шоу жобасы аясында өткен тәуелсіздік жас ұрпақ саған аманат атты қызықты зияткерлік тағылымды іс-шарамыз өз мәресіне жетті. Бұл кездесу тек естелік емес, жүректен жүрекке жеткен рухани байланыс. Бүгін ұлттық музейде ұрпақтар диалог атты интернет жобасы бойынша зияткерлік шоу өтті. Біздің оқушыларымызға, тәрбиеленушілерімізге көптеген сұрақтар қойылып, тамаша жауаптар алынды. Аға буын өкілдеріне ұлттық дәстүрлер, салт дәстүрлер туралы тамаша сұрақтар қойылды. Оны балаларымыз тыңдады. Өте жақсы шоу өтті деп ойлаймын. Балаларда көп мағлұмат алды. Біздер де көп нәрселерді естіп үйреніп қалдық. Осындай шоу өткізген музей қызметкерлеріне көптен көп рахмет. Бұндай кездесулер, бұндай шоу бола берсін. Біз оған қызыға қатысамыз. Балаларымыз әрине не нәрсені көрсе, естісе, бәрін үйренеді ғой. Бұлардың үйренері көп, сондықтан сіздерге өте көп рахмет. Бұл жобаның авторларына да, осы жаңағы зияткерлік шоуды өткізіп жатқан музей қызметкерлеріне алғысымыз шексіз. Бұндай кездесулер бола берсін. Сіздің аты жөніңіз кім еді? Нұржанат Жоламанқызы. Осы зияткерлік шоуды өткізген Нұржанат Жоламанқызына да алғысымыз ерекше. Еңбегіңіз жана берсін, табыстан табысқа жете беріңіздер. Музей деген бұл біздің ұлттық құндылықтарымыз, тарихтан хабар беретін мәдени орын ғой. Сондықтан еңбектеріңіз жана берсін.